негізі менде байқағам былай Мейірбек пен Сұлтан екеуі былай екеуміз не жаңағы дос болып қалғаннан кейін екеуі былай көп сөйлесіп қалады да енді білмеймін қалай болып жатыр деп көп араласып мен түсінбей қалдым соны бірақ мына Сәкен сол баяғы өзінің стилінде ғой андай дұрыс кей жерлерде дұрыс айтады бірақ кішкене ойланбай айта салады да иә айтарың бар ма Мейірбек сен Сұлтан жайлы мен Сұлтанмен Мадиге үміткер болып жүрген кезде Мадимен жұп болып жүрген кезде ол кезде де араласқанмын дәл осындай ғой және Сәкенге айтарым өсек жинамай өз-өзінің жұмына жауап бер солай ма демек осы сөздің бәрі жалған және жалған емес доспыз ғой енді біз тек қана доссыңдар суретке түсеміз қандай сезім жоқ жоқ байқа қазір доспыз деп ертең сосын жақсы көремін деп жүр ме енді ол болашақта алдында не болатынын білмеймін ғой енді көре жатармыз алдында не болатынын білмеймін ғой міне қазірдің өзінде дәлел мысалы мен айтады да Мади қазір жынын келтіріп отыр да мен болмайтын сөз айтады деп мен болмайтын сөз айтсам да болатын сөз айтсам да орындалып жатыр ғой мысалы сен Сұлтанға сұрақ қоясың сен жүрегің жаралы ма деп қыз сонда жаралы деп айтамын міне іште сақтайды қыз адам әйел адам ешқашан бетін айтпайды ғой сен жүрсің ғой аяқта әркім сезімі ойнап қанша үміткер келді шашын алып сен ғой жүрген подкаблщик пиарщиксың ғой сен жүрген ал әйтпесе террорист ғой террорист бол подкаблщик деген жаман